Мәкіл Құланбаев кино өнері менен театрдағы еңбегі орны бар, өзінің өтіп кеткен жолы бар, артта қалдырған ізі деген мағынада. Одан кейін оның тындырған іс туралы ауыз толтырып айтарлық нәтижесі бар өнерпаздарымыздың бірі. Ол өзі тіршілігінде де, өнерде де екі түрлі ұқсап көрінеді. Жай жүрген уақытта былай сөлбейіп жүрген сияқты екі иығы төмен түсіп келе жатқан, ілбіп келе жатқан адам ұқсап көрінеді. Ал бірақ соның былай ол сыртқы формасы ғана. Ал енді ішкі дүниесіне келетін болсақ, жаңа камераның алдына келгенде, айтпесем дубляжға микрофонның алдына келгенде, ол жаңарып шыға келеді. Бұл оның ішкі дүниесі, ішкі болмысы болу керек. Естілгеннен осы өмірден кеткенге дейін бір-ақ жерде жұмыс істепті. Даже еңбек кітапшасындағы қазақтың Ғабит Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрында басқа ешқандай жазуда жоқ екен. Бұл да ол кісінің бір тыңғылықтылығын, ұшып қонбайтығын, характерінің бір белгілері болса керек. Мәкең менен сонау 60-шы жылдардың ақырында, одан кейін 70-шы жылдардың орта кезінде көрнекті кинорежиссер Абдулла Қарсықбаев жасаған екі балалы фильмде бірге жұмыс істедік. Алдында балалық шаққа саяхат болатын болса, екіншісі 6 жасар Алпамыс фильмі болды. 6 жасар Алпамыс фильмінің Мәкіл әкесінің рөлін ойнады. Әкесі мен шешесі де егде тартып қалған, баланы да кенжелеу көрген, балалары мектепке енді барып жүрген баланың несі. Осы екі әке мен шешенің арасындағы жас баланың тәрбиелесі фильмге негізгі жүк болған, жүйе болған. Әкесі Мәкіл Құланбаев кәдімгі салмақты, артық сөз жоқ, сырттай қарағанда мом болғанменен, былай шалт қимылға бармағанмен, ишаратпенен, қас қабағыменен үйшінде сондай қасиеттері көп болады. Міне сол бір жағынан жаңа балаға да тәрбиесі қылып көрінеді. Мәкілдің мына бір сүгірет, жаңағы кешқұрым түсірілді, жаңағы нағашы жұртына бара жатқан кезі. Сонда бір қызық оқиғалар болды. Жаңағы атпен кетіп бара жатыр. Режим дейтіміз болады. Режим түнді көрсету үшін біз 5-10 минут қана мерзімдегі таңның атуы мен күннің батуы кезінде түсірілетін нәрселер. Сол кезінде екеуі мынау 6 жасар бала дүниеге құштар, айналаның бәрі оған таңсық. Сонда кетіп бара жатқанда байғыздың дауысы естіледі. Сол кезінде жалт қарап шешесіне қарамай, әкесіне қарап айтады: "Бұл ненің дауысы? Бұл не?" деп сөйлейді. Сол кезінде Мәкіл жаңағы баланың әкесі рөлінде ойнап жүрген айтады: сен білмейді екенсің ғой, бұл байғұс туралы, байғұс дейтін құс болады. Сен оны білесің ба? Байғұс баяғы кезінде бір байдың қызы болған екен, бойжеткен. Жұртқа жасаған қиянаты, жұртқа жасаған озбырлығы үшін оны Алла тағала оны байғұсқа айландырып жіберіпті. Сондықтан ол байғұс күнде жүрмей, тек қана түнде жүріп, дыбысын естисің ба? Тыңдап, жөндеп тыңдашы. Байғұс, байғұс деп тұрады деп. Сонда бала таңырқап, мынандай да болады екен. Өмірге бір жаңа бір күшімен, жаңа бір қырынан көрінеді. Мәкіл ойнамайтын, соның ішінде өмір сүретін, дәл өмірдегідей. Жаңа баланды уақытынша киноға түсіп жатыр деп қарамайтын, түріне қарасаң, жаңағы әңгімені айтқан уақытында кәдімгі елжіреп айтылған ойлары анық білінетін. Ал енді сол фильмде тағы да бір жерлері бар. Жаңағы үйге келгенде де Алпамыс жыр оқиды. Жыр оққанда дағы жаңағы бала мен балаша. Ол мен үлкенмін, мен әкемін деп қарамайды. Баланың көңілінен шығатындай, баланың өзінің түсінігіне лайықтап оқып береді жаңағы жырларды. Ал ол бір жағынан болса, әкенің балаға жыр оққаны болатын болса, ол жаңағы тәрбиенің бір түрі. Съемканың басында Мәкіл бір ауыз сөз айтпайтын, Абдулла қарсы келмейтін. Ол енді бір жағы режиссер болғанменен, екінші жағы өздері тетелес, құрбылау келетін жас шамаларда шамалас болатын. Ал енді съемкадан тыс кезде
басқа кездерде олар кәдімгі жаңағы әзілдесіп, қалжыңдасып, жаңағы әзіл жарасқан достар адам ретінде көрінетін. Мына бірге отырғанда, шай ішіп отырғанда, басқа жағдайларда көбіне көп кім Абдулла Қарсақбаев оған тиісіңкіреп шұқыңқырап отыратын. Соны қызық көре ме білмеймін әйтеуір. Бірақ Мәкіл оған шымшақ қаңғырлы көрмейтін, реті келіп шымбайына батып бара жатса, бір-екі ауыз сөзбенен кәдімгі әзілмен қайырып тастайтындағы, онан кейін қалған уақытта үндемей отыра беруші еді. Негізі Мәкіл ән салмайтын, өлең айтпайтын адам. Бірақ шамалы отырып, былай ұзақ отырыстар болған кезде оған Абдулла Мәкіл өлең айтшы деп қоймайтын. Сосын өлең айтшы деген уақытта алдымен үндемей отырады да, бір уақытта жаңағы мынау бұрынғы сырт көзде далада жайшылықта жүргенде салбырап жүретін иығы шамалы көтерілгендей болып, бойын тіктеңкіреп отырады. Бұл мен айтуға дайынмын деген сөз ұғымы болатын. Одан кейін ары қарай кеугейлеп жіберсең, ол кезде жаңағы Мәкіл жаңағы тамағын былай бір кернеп алып, оны бір-екі жұтынып ән айтуға дайын болатын. Бұл оның өзі ән айтуға дайын кез. Сол кезінде Абдулла жанында отырғандарға менен қолын көтеріп үндемеңдер дегендей белгі береді. Сол кезінде өзінің коронной айтатын бір ғана өлеңі болатын. Ала қарға дейтін. Үнемі сол ала қарғаны айтатын. Білмеймін, осы кезге дейін сол ала қарғаны әншілердің аузынан естіген емеспін. Бірақ Мәкілдің айтқан әнінде ол бір өзінің нәшімен келетін ән болып шығатындағы, ол әнді кім Абдулла шын ықыласыменен тыңдайтын. Соның қайырмасы былай болушы еді. Қалай еді Құдай? Ұшады ала қарғой, қонасың жардан жарағой, бір көскен құрбылармен, ахоу, ахахау арман бар маңой. Деген кезде, анау созып айтқан уақытта бұл достықтың, адамгершіліктің, бірге жүрген адамның қадірін білетін, соның даусында тұрушы еді. Міне бұл жайшылық өмірдегі кездері. Мәкілді мынау қазақша аударма фильмдер дейтініміз болады ғой, дубляж дейтін. Соғанда жиі қатынасатын. Жиі қатынасқан кезінде ол басты геройды көп өтінбейтін. Айтатын басты геройды Мұхтар Бақтыгереевпен Атакелді Смайыл аға жасасын. Менің жан басыма келетін, өзіме лайық рөлді беріңдер деп. Онда да сол 70-ші жылдардың ішінде бір фильм болды, Евстигнеев пенен Семин ойнайтын. Жаңағы екеуі де қазір жер ортасынан ауған, бала шағасы бар, үйлі баранды адамдар, бірақ сол екеуі жас кезінде мектепте де, садикте де бірге болған, жаңағы Евстигнеевтің жаңағы қыз балаға деген бір ықылас көңілі. Сол ықылас көңіл жаңағы идеал деп айтамыз ғой. Сол идеалда жаңағының әр даусынан, ырғағынан көрініп тұратын. Мені осы рөлді ойнаған уақытта айтты, ойбай, мынау шал маған лайықты шал екен, осы мен жасайыншы деп өмірінде бірінші рет өтініш жасады. Ал жаса деп. Жасады, өте жақсы шықты. Жақсы шыққан уақытында, мысал үшін, адамның ішкі сезімін айтып жеткізуге болмайтын. Мысал үшін, ол да бір сезім дегеннің өзі ұшатын құс сияқты ғой. Даусын қатты шықса, ұшып кетуі мүмкін. Сол фильм бастан аяқ кәдімгі Мәкілдің орындауында кәдімгі жақсы бағаланып, міне жаңағы үлкен геройды ойнағанда осы фильм менің есімде қалыпты Мәкілдің.